Саламатсыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар. Әдебиеттің белгісі иіліп сәлем бергенім. Мінекей балалар, сонау 86 жылғы желтоқсан құрбандарының құрметіне тұғыры биік тәуелсіздік атты ашық тәрбие сағатын бүгін бастаймыз. Құрметті қонақтар, нөмір 78-ші жалпы білім беру мекемесінің 6-шы Е сынып оқушыларының тұғыры биік тәуелсіздік атты ашық тәрбиесіне дайындықтары өте мол екен. Соған байланысты қабыл алыңыздар. Қайырлы күн, өзге елдің өрелі ұрпақтары. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, тұғыры биік тәуелсіздік ұландары. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлының сендер болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер. Сендердің озат ойлары мен кемел білімдерің елімізді қазір бізге көз жетпес алыста, қол жетпес қияда көрінетін тым мақсаттарға апаратын құдіретті күштеуі сіздерге көрсетілген құрмет пен айқын жол. Қазақстан күннен-күнге өркендеп гүлденуде. Біз осындай елдің туғанымызға бақыттымыз. Ендеше 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған тұғыры биік тәуелсіздік атты ашық тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Әнұраным, жайраным, айтар әнін сөйлер сөзім, туған жерім сағынарым, мәңгі бақи шырқалады республика әнұраным. Сол ұлттық оқиғадағы жастар ерлігі тәуелсіздігіміздің бастауы болды. Бұл оқиғаның құрбандары Қайрат Әділәнді, Сәбира мен Ерболдар еді. Осы желтоқсан құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алайық. Елбең жүгірген, ебелек отқа сімірген, арғымақ мінген жаратып, ақ сауыт киген темірден, Алатаудай бабалар, әруақ үнмен жебей көп, осы айтылған ақ сөз туын болсын әрдайым. Мойныма алып жазаны, мен болайын құрбаным. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атымды. Мақтанышы болатындай керемет ұрпақ болып өсіңдер. Тәуелсіздік күніміз құтты болсын. Еліміз мәңгілік тұғыры биікте болсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 28 жылдығына орай 6-шы Е сыныбында ашық тәрбие сағаты беріліп отыр. Сынып жетекшісі Әлибаева Құралай апайдың жетекшілігімен. Құрметті оқушылар, біріншіден тәуелсіздік мерекеміз құтты болсын. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, ертеңгі күні тәуелсіздігіміздің, еліміздің тұтқасын ұстар жастар өздеріңіздер. Сондықтан да білімді жастар болуларына тілектеспіз. Мереке тағы да құтты болсын.